Сәлем достар, берекелі ереке YouTube каналы. Бүгінгі тақырып ОП деген не? ОП деген не? Тұрғын үй займы туралы толық ақпараттар беремін. Осы ақпаратты көрмес бұрын өтініш бұл видеоны барлығына подписаться етіп алыңыздар бірінші каналға. Лайк қойыңыздар, егер ұнап жатса. Сосын барлық туған туысқандарыңызға жіберіңіздер. Өтініш. Көп адамдар ОП-ны түсінбейді. Не нәрсе? Тұрғын үй займ дегеніміз не отбасы банкте? Оны да түсінбейді. Сондықтан осыны рассылка жасаңыздар, поделиться жасаңыздар. Жалғыз сіз емес, барлығымыз білімді болайық достар. Осыған біз ұмтылып жатырмыз. Ал енді бастаймыз. ОП деген не? Тұрғын үй займ. ОП дегеніміз орысша сөзден шыққан оценочный показатель, қазақшасы бағалау көрсеткіші. Бағалау көрсеткіші не үшін керек? Ол бағалау көрсеткіші бізде тұрғын үй займын алу үшін керек. Ал тұрғын үй займ дегеніміз не? Жыл займ. Ол үшін не істеу керек? Біздің салымшымыз қандай шарттарға сәйкес болу керек? Соны айтамын. Міне қараңыздар. Тұрғын үй займын алу үшін кемінде 3 шартқа сәйкес болуымыз керек. 3 шарт. Бірінші шартымыз. Бірінші 3 жыл деп жазып қойдым. 3 жыл деп отқанымыз, яғни сіздің депозит ашқан күніңіз бар ғой, сол күннен бастап бүгінгі уақытқа дейін міндетті түрде 3 жыл өту керек. Міне, ол бірінші шарты. Екінші шарты. Сіздің алам деп тұрған үйіңіз бар емес, соның жартысы ақшасы сізде жиналып тұру керек. Яғни алам деген үйіңіздің, мысалға айталық, мен 17 миллионды алайын, 17 миллион үйінді алам дейтін болсаңыз, соның міндетті 8 миллион 500 жиналып тұру керек, 8,5 миллион. Мысалға, 10 миллион болатын болса, 5 миллион жинау керек, 12 миллион болатын болса, 6 миллион, ол қиын емес, соның 50% болу керек. Және үшінші шарты, ОП деген көрсеткіш 16-дан кем болмау керек. Міне, ОП 16-дан кем болмау керек. ОП-ның толыққанды қазір тағы да түсіндіріп айтамын. Міне, бұл ОП не үшін керек? Ол егер осы 16-ға толды, 50%-іңіз бар, 3 жылыңыз бар, осы 3 шартты орындаған болсаңыз, не артықшылыққа ие боласыз? Қараңыздаршы, ссылка қойып қойдым. Осыны толық орындасаңыздар, жыл займға аласыздар. Жыл займ тұтқанымыз тұрғын үй займы. Тұрғын үй займының не артықшылығы бар басқа займнан қараңыздар? Бір емес 3 артықшылығы бар екен, Біріншісі 5%-бен кредит аласыздар, 5% ойлаңыздаршы, 5% деген ол өте төмен пайыздар, Жалпақ тілмен айтатын болсақ, әрбір 100 мың теңгеге 5 мың теңге қосып бересіздер деген сөз ғой, егер жалпақ тілмен айтатын болсақ, бір жылда онда да. Ал енді ары қарай екінші артықшылығы без подтверждения дохода дейді. Ол не деген сөз? Яғни сіз төлемақы қабілетіңізді растамайсыз. Сіздің табысыңыз қанша жинадыңыз, қанша тауып жатырсыз, қанша кредитіңіз бар мойныңызда, оған мүлдем қарамайды банк. Бірден сізге одобрение бере салады. Неге? Өйткені сіз мына 3 жыл бойы 50% жинау барысында ОП-ны 16-ға жеткіздіңіз. Ол деген сөзіміз, сіз 3 жыл бойы жақсы жинақталатыңызды банктың алдында уже дәлелдеп қойдыңыз. Сондықтан банк сізге сенеді. Ары қарай сіз қалған кредитті спокойно без подтверждения сіз төлей аласыз оны. Дұрыс. Және тағы бір артықшылығы, кез келген банкке барған кезде естеріңізде болсын, рәсімдеген кезде комиссия төлейсіздер, банкке комиссия төлеу керек, за организацию дейді, за выдачу дейді, за рассмотрение деген сияқты сондай нелер бар, расходтар бар. Ондай ешқандай банктың комиссиясы жоқ. Көрдіңіздер ма? Қандай артықшылық? Ешқандай комиссия төлемейсіздер, төлемақы көрсетпейсіздер, еще 5% кредит аласыздар. Бұл деген өте мощный продукт қой біздің. Негізгі отбасы банктың негізгі бірден бір продуктысы ол тұрғын үй займ. Осы тұрғын үй займны алуға тырысу керек. Тұрғын үй займын алатын кезде қандай анықтамаларға мән беру керек. Мұндай шарттық сумма деген түсінік бар. Біздің отбасы банкта қазақша, орысшасы договорная сумма. Договорная сумма дегеніміз не? Мына жерде мына не түрінде, график түрінде көрсетіп қойдым, қараңыздаршы. Мынау математикада өткен өзіміздің кесіндіміз, Кесіндінің тура бүкіл кесіндіні договорная сумма деп алатын болсақ, ол кесіндіні 2-ге бөлуге болады. Тура ортасынан бөлсек, жартысы сіздің жинаған ақшаңыз. Біздің тілмен айтқанда оны ЖСС дейді. Жилищно строительное сбережение, ЖСС. Сіздің 50% жинап алуыңыз керек. Тура қанша жинадыңыз, сонша кредит сізге береміз.
сол беретін кредитімізді жыл займ деп атаймыз, 50% жартысы жинақ. Оны кредит. Міне, сіздің жинаған ақшаңыз плюс сіздің кредитіңіз екеуін бірге договорная сумма дейміз. Бағалы шарттық сумма, договорная сумма, яғни сіз қазір кез келген консультантқа барсаңыз, сіздің договорная суммаңыз осынша екен, договорная суммаңызды көтеру керек немесе түсіру керек деген сияқты. Договорная сумма деп қайта-қайта сізге консультанттар айта береді. Ол не нәрсе? Ол деген сөзіңіз сіздің қанша жинадыңыз, соның үстіне қанша займ аласыз деген сөз. Соның екеуін бірге договорная сумма деп аталады. Енді қараңыздар, договорная сумма деген түсіндік. Кредит түсінікті. Кредит осы сізге беретін ақша. Мына неше жинап қойдыңыз? Жүйесіз жинаған кезде ол қалай ақша жиналады? Сіз келіп, 100 мың саласыз, 200 мың саласыз, 300 мың саласыз, 500 мың саласыз. Оның үстіне банк қосады ма, мемлекет қосады ма? Соның барлығын білу үшін қараңыздар. Міне, ЖСС деген сіздің жинаған ақшаңыз. Жинаған ақшаңыз 3 бөліктен тұрады. 3 бөліктен қараңыздар. Өзіңіздің нақты жинағаныңыз және босы жинаққа 2% банк қосады, 2% банк қосады, және жылдың аяғында мемлекеттік сыйлықақы қосады. Мемлекеттік сыйлықақы 20%. Ол қандай суммаға қосылады, қай кезде алуға болады, қай кезде түспейді, кімдерге береді, кімге берілмейді туралы бөлек видеом бар. Содан қарап шығасыздар. Яғни сіздің жинаған ақшаңыз 3 бөліктен, жинағыңыздан, 2%-дан және мемлекеттік сыйлықақыдан. Енді қараңыздар, осы жинақ бар ғой, жинақ. Банктен алған 2%-іңіз. Егер сол 2% біреулерде бар, осы уақытқа дейін алған 2000 теңге жинап алған, 5000 алған, 3000 алған, 4000 алған, кете береді. Егер 16000 болып тұратын болса, оны сіздің личный кабинетіңіз бар ғой, интернет-банкинг. Содан қарайсыздар. Вознаграждение тұрады. Вознаграждениеңіз 16000 теңге тұратын болса, онда не деген сөз? 16000 ол 1 миллион шарттық суммаға сәйкес келіп тұр деген сөз. Яғни 1 миллион шарттық сумма деген сөз жартысы 500 мың, жартысы 500 мың. Яғни жартысы 500 мың жинап, 500 мың кредит алуға сізге без анализға кетіп тұр деген сөз. Егер банковский вознаграждение 32 мың болса, онда сізде 2 миллионға сәйкес келіп тұр. Яғни 1 миллион теңге жинап алдыңыз, 1 миллионды сіз қосып ала аласыз деген сөз. Сол сияқты кете береді. Қараңыздаршы, 48 мың болса 3 миллионға сәйкес келеді, 80 мың болса 5 миллионға, 160 мың болса, қараңыздар, егер банковский вознаграждение мына жерде 160 мың деп тұратын болса, онда 160 мың болса, сіздер смело айта аласыздар. 5 миллион жинап алдым, 5 миллион маған банк бере алады деген сөз. Яғни шарттық сумма 10 миллионға сәйкес. Яғни әрбір миллионға сәйкесінше 16 мың теңге болу керек. ОП деген сол. Яғни егер ОП 10 миллионға сіз 5 миллион жинап алдым, 5-ке 5 қосып алатын болсаңыз, ОП-ыңыз 16 деген сөз. Яғни сіздің вознаграждениеңіз мына жерде кемінде 160 мың теңге деген сөз ғой. Түсініңіз ба? Егер сіздің шарттық сомаңыз 20 миллион болып тұрса, яғни 10 миллион жинап алып, мына жерде 50% 10 миллион біз беріп тұрсақ, онда сіздің опыңыз 16 көрсетіп тұрса, яғни сіздің банковский вознаграждениеңіз 320 мың болған, 20 миллионға 320 мың болған. Яғни банктік вознаграждениеңіз көбейген сайын сіздің опыңызда тікелей көбейе береді. Ал вознаграждение қайдан көбейеді? Ол сіздің салған ақшаңыздан көбейеді, достар. Көбірек ақша салып отырсаңыздар, банковский вознаграждение тезірек көбейеді. Банковский вознаграждение тез көбейген сайын опы-да көбейе береді. Енді опы туралы қазір YouTube каналда өте көп ақпараттар бар. Мен өз бетімше сіздерге түсіндіруге тырыстым. Яғни опы деген сөз цифрмен келетін болсақ, банковский вознаграждениенің мөлшері деген сөз ғой, бұл айтқанда. Міне, банковский вознаграждение, яғни сіздің жинап отқан ақшаңыздың ішіндегі 3-ке бөлініп тұр ғой, сіздің жинаған ақшаңыз, банктың қосқан ақшасы, госпремия. Осы банктың қосқан ақшасы қаншалықты сіз көп жинап алдыңыз, соны көрсететін көрсеткіш ОП деген. Бағалық көрсеткіш. Сізді бағалап тұр. Яғни бағалап тұрған сайын жақсы баға алды деген сөз, сіз мемлекеттен, банктен сіз көбірек процент алдыңыз деген сөз ғой, жалпы тілмен айтқанда. Яғни көбірек процент алып отырсаңыздар, оценочный показателіңізде көп болады. Опыны түсінген адам опық жемейді деген рас. Шындығында да осының барлығын біліп алсаңыздар, сіздер ойлаңыздар, без анализ дохода табысыңызды растамайсыздар, үй алып аласыздар, 5% кредит аласыздар. Не деген керемет мүмкіндік. Бұндай керемет мүмкіндікті тек қана отбасы банк қана береді. Сондықтан сіздер пайдаланыңыздар, жинақтаңыздар, жинаңыздар. Әрекетке берекет, берекелі, осындай берекелі сіздерге
ақпаратты беріп отқан берекелі ереке, ерекең бар, берекең бар.